Алтын домбыраның 2 мәрте иегері Мұхтар Ниязов Қызылорда. Және Ақтаңгер айтыс ақыны Ринат Зайытов Алматы. Көзілсе жаман балаң шапқан аттай, соқса да қандай боран бет қаратпай. Армысың менің адал жанашырым, көрермен көңілі бар ақпарақтай. Алаулап кетейінші Астанада, алаңда 86 жаққан оттай. Бір сәлем ақындардың молдасына, үміттің мініп келген жорғасына. Қайтадан жолығыстық осы жерде, тағдырдың белгісі ғой ол да сірә. Тағы да уақыт жетпей қап жүрмесін, сайысқа кірісейін ондасыға. Самғайық қос қырандай бір аспанда қалмайық, өкпелесіп болмашыға. Ақынға ақын дұшпан бола қоймас, қасқырда қасқылмайды жолдасына. Оқтаулы мылтық деушек бізді кейде көнбейтін Нұр Отанның нормасына. Ал сені бомба ақын дейді екен ғой, жатасың жасырынып жолдасыра. Бұл аттар бізге тегін қойылмаған, ендеше ара қашпай ер қасыма. Қазақтың ақиқатын айту үшін атылсын мылтығы да бомбасы да. Ниязов аты мәшһүр Мұхтар ақын, сақалды қоя беріп мұртталатын, қалаған айтысына қатысатын, таңдаған қарсыласпен жұпталатын. Байлардың еркұлындай жалғыз өскен, жығылмай бас жүлдеге тік баратын. Айтқаны айналаға құпталатын, жүрейде жанашыр бар құтқаратын. Шенеунік біткендерді сипап сынап, теңізден құп-құрғақ боп шыққан ақын. Тек айтыстан басқа жерде ауыз ашпай, тек жүрсем тоқ жүрем деп ұққан ақын. Деп сені сөгетіндер бар екен ғой, сыртыңнан әңгіме айтып сұқтанатын. Мен бірақ сен олай деп ойламаппын, ақынсың жұртқа жақын, ұлтқа жақын. Сырың бар жүрегіңде жатқан қанша, жырың бар жет атанға жүк болатын. Әйтеуір өзім үшін арғымақсың, жерінде аунап кеткен тоқ қалатын. Ниязов Мұхтар-ай өренім, мақтанышым сен едің. Сөзіндей болған бабаның, көзіндей болған көненің. Сәждеге тиген маңдайы, тақылдап тұрған таңдайы. Ел үшін туғана ер едің. Ашылып айтсаң адал жыр, табылған сенен керегім. Шапқан аттай заулаған, шапқа да шеберім. Алты алаштың алдында асқақтай берсін беделің. Бір құдай куә сөзіме, мен сені жақын көремін. Мұны отырған жұртыңа аз емес сенің берерің.
Ал көсіленді чумықтары Сырдарияның суындай ей сарқырап ақсын ай өлеңің айдайым 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 Екеуміздің айтысымыз талай болды. Оны халық саусақпен санай берді. Ринаттан айқай естіп үйренгесін көзінен көргеніміз арай болды. Талай жерде жағамыз жыртып еді, осы жолы сөзбенен жамай берді. Шу Мұхтар деп отырсың сахнада, бомбаға шу дегенің қалай болды? Бисмилля. Пәрмен болса бүгін қақтан, өлеңнің көтерейік жүгін батпан. Тәуелсіздік тойларың құтты болсын, азат күн аспаныңда күлім қаққан. Қазақ деген байғалық қайыршы емес, бірілдеп дорбасының түбін қаққан. Тарихы одан да бай империялар көрсетпей архивіне тығып жатқан. Көшпенділер күркіреп тұрған кезде Парижде санаулы адам тұрып жатқан. Аттан түспей қамшымен қағып бабам Римнің төбе құйқасын шымырлатқан. Құндар кеше салдырып алып қорған Қытайлардың кеудесінен шыбын қаққан. Тоқтамыстар тоқтамай үш шапқанда көк көздердің көзіне ірің қатқан. Тарихи оссана ұстап тұрар түсірмей ұлтты бүйік ұлыңдаттан. Ассалаумағалейкум ардақты жұрт сөз күткен Мұхтар менен Ринаттан. Өткір шыпшақ секілді өрендерек семіз қойдың тамағын жыбырлатқан. Ал енді ақындарды қарсы алыңдар. Болсыншы бәріңізге шындығын қоғамыңның шырылдатқан. Ханға салған орданың қасына кеп қалқайтып қара қосын тігіп жатқан. Ақмешіт жыр мен сырдың сағасындай, ажары туған айдың жаңасындай. Үш астана болған жер тарихтағы алталаштың бүгінгі анасындай. Сол жерде байыз тапқан Қорқыт бабам күллі түркі халқының бабасындай. Мұралар екі жерде сақталыпты Дрезден мен Ватикан қаласындай. Европаң ежелден оқытты ғой Қорқыт деген қазақтың бабасынбай. Бірақ та ЮНЕСКО-ға кіргізбепті, танытпаған секілді шамасынғай. Елеулі Қырымбек елдің ұлы 4 жыл бойы сол үшін аласұрдай. Ақыры жиын өтті Африкада, жақында алпауыттар арасындай. Қорқыт ата мәдени мұралары ЮНЕСКО-ға кіріпті бағашылғай. Мәдениетті үйренсін олар бізден, мәжбүр бопты ақыры санасуғай. Сіздерден сүйіншімді сұрай келдім, қол ұрып қол соқсаңдар баласынбай. Тәуелсіздік тойында Астанаға сырдың тартқан тартуы дәл осындай. Ау риясыз халықтың сәби адамы, төбеңдік алыстан жұрт тани алады. Ассалаумағалейкум Ринат бауыр елді кезген ақиқат ариялары. Жанықтырып жүресің жан жағыңды жайындай жаға соққан дариядағы. Ойыңдағы қажырлық қайсарлығың атыңды алталашқа жариялады. Көрге сүйреп келесің шындығыңды бас көтерер баладай жаниядағы. Ойланбай қол соғады осы айтыстың сен дегенде жас бала қариялары. Жарнамаң жарып тұрған ақынсың ғой, Лами Фарен секілді радиодағы. Ау халықтың жырмен тапқан ем дауасын, елінің сөзбен жазған шерін аласын. Ақиқаттан ақ боран соқтыратын қасыма Ринатын келді алашым. Бұл қазір ауыр-ауыр сөздер айтап талайдың салбыратар жерге басын. Бірақ оны бермейді Қазақстан жасағанмен анонс жарнамасын. Сондықтан да ағайын бер қарасын, оператор камера әр қарасын. Бұрқырап кетіп едің өткен жоры жұлқылап министрдің жең жағасын.
Қаншама тапсырмалар беріп едің, суытпай, жауабын ал енді арасын. Министр кім болса да тік айтады деп, баспармақпен бағасын берді алашым. Мақтаса мақтайтындай жігітсің ғой, шынымен жақсы істейді кейде басың. Ақырған арыстанды көріп жүрміз, арыстанға ақырған сен ғанасың. Ал әкім көрсе тұратын ұрғысы кеп, жаға көрсе тұратын жұрғысы кеп, өздеріңіз көріп біліп отырғандай қасымызға жайғасты бір кісі кеп. Ағайын көңілдерін көтерілді, көктемде оралғандай жылғысы кеп. Шімірікпей ешкімнің алдында да ақиқаттыға үзеңгісін тұрды шіреп. Мәңгілікке өзіңмен ала кетер, сенің нәзік жаныңды кім түсінеді? Мүмкіндігі боп тұрып осы айтысқа жүрмеп еді ат басын бұрғысы кеп, ағайын алтын домбыра айтысына Ринат келіп отыр тұңғыш рет. Бұл алтын домбыраны кім алар деп халықтың да отырау білгісі кеп. Меніңше осы жігіт лайықты болғанменен саяси қылмысы көп. Ағайын мені қолдар адам болса, кәнекей дүркірейік біргісі кеп, біргісі боп. Есіне исінген ақ бозаттай домбырада өзіңе тұрғысыне Тойлауылда жүрген Ринат бағып той, сен келді деп жасап жатыр халық той. Тұңғыш рет көріп тұрсың сен оны, алтын домбыра осы міне танып қой. Алтын домбыра жүрген жерің жарық қой, сенде Ринатты білмейтінің анық қой. Тұңғыш рет көріп тұрсың сен оны, Тұңғышбайдың інісі осы танып қой. Алтын осы өзін ал деп қинайтын, мұражайдан басқа жерге сыймайтын. Алтын осы желтоқсанда біздерді оңды солды шашу үшін жинайтын. Алтын осы жүрген жері гүрлейтін, артық буын ақындарға үрлейтін. Алтын осы Ринат түгіл ағайын, Аспанбекті алалауды білмейтін. Алтын домбыра жүрген жерің анық той, зайытыпты тиетінің анық қой. ЦКЗ-дан бірге шығып Ринатпен музейіңдегі повороттан қалып қой. Өлең өріп, қалжың қылып, алтыннан астарына берген дұрыс бәлкім мән. Пек мен үшін жылтырағы дүниенің биік болған емес елім халқымнан. Сөйлегәне Ринаттай хит досым, мұнда айтыста кім өз басын күйттесін. Құтты болсын, алмасаң да, алсаң да, сенен аяп қалғанымды итчесін. Жан едім жолда досын лақтырмайтын, Мұхтар жан ақынсың ау таптырмайтын. Мен саған шу дегенім, ат дегенім, Доданы көрген кезде нақтырмайтын. Немене сиыр болып кеткенсің бе, қазақтың шу дегенін жақтырмайтын. Көңілде ойларым көп керней тұғын, жан едім жатқанамыз бермей тұғын. Ол рас өткір сөздерім көп, жемқормен ұрыларды тергей тұғын. Белгілі болды өзіңнің өткен жолы, министр көрсең қалай сөйлейтінің. Ринатты ламифарен деп отырсың, радиолық жарнамаға теңдей тұғын. Ол рас әрбір сөзім ламифарен, қазақтың жан жарасын емдей тұғын.
Батырға теңеді ғой мынау мені, мақтауға болмай-ақ қой тұмаурелі. Ақырған арыстанға сен ғана дейт, мынауың ақын беді, жырау меді. Қазақтың бұл күндері батыры жоқ, білемін, жұртым дұрыс ұғар мені. Батыры бар болса егер кім көрінген, келіп ап төбемізге шығар меді. Мұнайға Қытайлар кеп бастық болып, төрімде сән салтанат құрар меді. Кенімді кәрі сүндіз тартып алып, құл қылып жер астына тығар меді. Орыстың аузы сасық бастықтары елі жоқ болған ғой деп сынар меді. Көрінген гей-парадта көк туымды бұтына байлап алып тұрар меді. Қайраттай бір батырың бар болғанда, осындай қорлықтарға шыдар меді. Қазақты бейнет азба орамдаған, кей кезде ашынамын соған жаман. Кешегі желтоқсанның батырлар-ай, бойдағы қазақ рухы жоғалмаған. Қып-қызыл империяға қарсы тұрып, атадан қалған оты тоналмаған. Негоны бүгін біздер көп айтпаймыз, үкімет бермей жатыр соларға мән. Неголар депутат боп сайланбайды, келеді қандай зиян қоғамға одан. Кешегір желтоқсандық ағапалар халқыңды өзін-өзі көп алдаған. Миллион ізбасарың артыңдағы, сендердің біреуіңдей бола алмаған. Тұрған жоқ айтысуға ерініп құр, көргем жоқ Ниязовтан шегініп бір. Бұл жолғы домбыраны сен алғай деп тілегі көмейінен төгіліп тұр. Екі рет алған ақын сен емеспен ағайын, мына бала не қылып тұр? Алтынды айтуыңа қарағанда қимай-ақ тұрғаныңыз көрініп тұр. Мұхтаржан, азамат ерсің нар тұлға, 5 күндік мынау дүние тұра бермес қалпында. Алтын жолдан тайдырар деген сөз бар халқымда, алтынға бола келгем жоқ. Жұртыма тартуға келіп тұрған жайым бар. Ақын тұрып сөйлесе айғайлап халқым қарсы алған, бар еді сондай салтымда. Домбыраңды да өзің ал, басқасын да өзің ал. Алтын домбыр емес Мұхтаржан, алтын сөз қалар артында уай. Ау сөзіңді таяздатпай терең баста, өзекте жүр тұрады өлең баста. Достық жүрегімменен ұсынғанмын, алмаймын деп Ринат дереу қашпа. 19 ақын тұр ғой бізден басқа, кім беріп жатыр оны менен басқа? Не болады соншалық түңілгенде, кемдік жоқ ақындықтан білімнен де. Бізді жолдан тайдырмас ондай дүние, жараспайды Ринат ғұмырлы елге. Адамда сәл қанағат болу керек, бәрі қалар кірпігің ілінгенде. Елдің бәрі ойлайды осы мені дүнияға жүгірет деп жүгіргенде. Ағайын мына алтын домбыра үшін таласпаймын ағам мен інімнен де. Осы алтын домбырадан мүйіз шықса 2 мүйіз болар еді бүгін менде. Сондықтан артық сөзді соқпағаттан, шайнектей бұрқылдамайық тоққа қаққан, тоққа жатқан.
Себебі мұсылманның баласымыз нәпсісін иманынан оқталатқан. Осалып кетеді-ау деп талайлардың есебіне болайын шотқа қаққан. Мен алғанда талайдың іші күйген түйедей түніменен шоққа жатқан. Осыны бір жағына шығарайық, бірлік кетіп барады көп қазақтан. Атының арқасына бата берсе атамыз алтын ерді отқа жаққан. Жетті ғой бүгінде бүкіл бәйге, ұмытқан қанағатпен шүкір жайлы. Біздердің таласымыз талас емес, ақындар босқа бүгін құтырмайды. Мысықтай министрлер мысықтай мұртын малып қазынаның қазанынан сүт ұрлайды. Жыл басында жобамызды қорғаймыз деп даяшыдай жан-жақтан лыпылдайды. Үкімет басшысының миын шағып миллиардтар алақанда шытырлайды. Саусагердің сумаңдап саусағындай қаншама ақша алса да ұтылмайды. Сонан соң жобалардың жыл бойынша біреуінің томағасын сыпырмайды. Ал енді жылдың соңы боқпалғанда толға қысқан тоқалдай тыпырлайды. Бір жыл бір күнде бәрін қалай игереді, бітеу сүйек бүтіндей жұтылмайды. Осылайша нәпсісін билей алмай түсері түсінікті күйге қандай. Жылдың соңы отчетты сұрағанда үкіметке түнейді үйге бармай. Осады босқа шашқан ақшаны іздеп, иірімнен табылсын ине қандай. Осындай дерті бар ғой дөкейлердің келе жатқан жыл сайын үйрен алмай. Жобаларды қойыңдар қорғағанды иін қандырып әбден илеп алмай. Столға бір тассайды қоя салып соған бола бірнеше миллион алмай. Қаншама жастар жүр ғой Астанада қаңғырып, отау баспана жоқ үйлен алмай. Қаншама жетімдер жүр жетілемдеп жетектеп бірін-бірін сүйреп аллай. Қаншама отбасы отыр балалары сабаққа кейде барса кейде бармай. Соларға сол ақшаны берсеңдерші барлығын бір істікке түйреп алмай. Ақыры судай шашып жатсыңдар ғой, теңізден көптенгені игере алмай. Білім менен ғылымға іңкәр жұртты, бағытынан тайдырдық бір қалыпты. Сынық мүйіз серкеміз білімдегі болып тұр ғой бүгінде бұл қауіпті. Саға дейіп балдардан садақ еп, ауыр жүк арқалатып діңка құртты. Емшектегі балаға ет бергенде елде жоқ эксперимент кім тауыпты? Бастауыштан үш тілді тығындаса бастауыш осы болар бұл қауіпті. 9 тілді білетін Тоқайыпта Саға дейіп мырзаға сын тағыпты. Өз тілінде өрісі кеңеймесе өзге тіл кигізбей ме құл қамытты. Білімменен алысып жатқан кезде бір жақтан бір өткізді бір танытты. Ол да біраз тосын сүй дайындапты, кім басынбай жатыр деп бұл халықты. Аузына кім салды екен мүше қапты, тілінен сыпырылып түсе қапты. Бір қызымнан бір қызым сорақы деп білімнің министрін үш орапты. Болмаса иман менен хақ түбінде қор болар күні ертең шаттығымде. Қыздарымыз айрылуда қызығынан жет алмай той үстінде тәтті күнде. Мүшеғап екен соның басты құтқаратын себебі мүшеғап қой министрше ойласақ тап бүгінде. Өзіміз жолын салып бергеннен соң өткіріп шақ жатама қап түбінде. Ел болам деп ертедегі бабаларым еркелердің етегін жапты күнде. Ал бүгінгі мектептің формасымен шығудың өзі кейін қатты күнге. Мектептен санын ашып жалтыратып салдарымен күрескен сақтығың не? Өйде. Соларды қорғамасақ ең алдымен соларды ертең қызыл гүл ақ гүліңде. Қазақ деген халықтың болашағы қара көз қыздарының пәктігінде. Тегін дүние алғасын көп қатайып, ұлдарын кетер ертең от қатайып. Бұл балдарға мүшеғап емес жұртым, аталардың әдебін сақтатайық. Қыздарға түсік жайлы түсіндірмей, аналардың әдебін сақтатайық. Бастарында ештеңе
өзіңе болмағасын белге түсіп ұстап жүр жоққа кайып. Ел мен жұрттың есі бар осы күні түсікте бендігімді оттатайық. Bir ауыздан ағайын қажет болса қажетті адамдарды соттатайық. Белден басқан осынау бассыздықты аяғына жеткізбей тоқтатайық. Bir oyды мен айтайын тосын батыл. Арқамызға қайғымызға қайғыны қосып жатыр. Ақындар қанша мәрет айтқанменен айтыш деушілердің сандары өсіп жатыр. Шыңжандағы зарлаған қандастарың арқамызда аяздай осып жатыр. Ата жұрт емес олар осы күні ақыретке бір жола көшіп жатыр. Bir оспан атылып ет орнына бір оспан сіздің үйде өсіп жатыр. Ел бар ғой екі оспанның ортасында бұралмаған жұртына көшін батыл. Қайрылып мойны талған қаршығадай Қазақстаннан жәрдем тосып жатыр. Қарсы шыққан Әбіләзіп 91-ге бойыңда бар еді ғой сесің батыл. Келе қойымыз ендеше зарға қайық, бұныма дей қойсаңыз досым мақыл. Қайыптың арзантығын не қыламыз, халықтың мұң мен зары осында тұр. Sen eдің досым менің жүлделесім, жүлделесті күндемесін. Шеттегі қазақтардың жайын айттың, ол үшін тағаламыз кімге десін. Ішіміз ашитыны рас біздің, көргенде үкіметтің үндемесін. Сіңірі шығып жүрген Қазақстан бере алар бұл күндері кімге несін. Өзгені жетістіре алмайды ғой, өздері бір жетісіп жүрмегесін. Сөйлемен бір құдайға сыйынбастан, ашиды көп нәрсеге миым жастан. Сырттағы жағдайды сіз айттыңыз, мен айтам іштегіні қиырласқан, құйындасқан. Жыл сайын қанша бастық сотталады, сонда да келет тонау тыйылмастан. Жымқырған әкімдерде жабылуда, қалтаға қазынадан тыйым басқан. Генерал, полковниктер сотталады, жеп жүрген ауыздары жиылмастан. Ол аздай замминистр сотталады, алғаны ауызына бұйырмастан. Значогын Нұр Отанның тағып алып, қанша алаяқ көп ақшасы қиырғасқан. Бүгінгі билігіміз билік емес, қылмыстық топ секілді ұйымдасқан. Олардың күші белінде, ал ердің күші елінде. Қазағым саған айтамын, есіңде сақта тегінде. Қазақ екенің рас болса, алаяқтарға алданба, жағымпаздарға желінбе. Талтаңдамасын басқалар қазақтың байтақ жерінде. Қазақ екенің рас болса, руменен жүзге бөлінбе. Ешкім ештеңе әкеппес, бұл 5 күндік жалғаннан оранған кезде кебінге. Тұлған бар деп тебінбе, кеңсен бар деп керілме. Қазақ екенің рас болса, қысық көзден де шегінбе, көк көздерден де жеңілме. Атадан қалған байлықты таратып берме тегінге. Қайтар жолын ойлайтын дайындалғанда келуге, ғаламат сақтық бар екен көкбөрі деген тегіңде. Есіңде сақта қазағым, желден ақсынып кетеді тот басқан кезде темірде.
Dünyanın bir бұл мысалы, оғынған адам бар болса, ойын бөлек қой менің де. Қызың айт деген қазағым естірткін келсе, келінге бай. Өскеменмен семейім, бүлкілдесін көмейім, жағым ісіп кетсе де, жағым сынып көрейін. Жағымпаздың әнін ай, келер мекен сәнім ай, қайсы өтірік, қайсы шын, ішің бөлсін әлуай. 30 елге кіреміз, ракетамен жүреміз, енді 10 жыл шыдасақ, сондай өмір сүреміз. Ех, жаным нұрайна, бүгінгідей күн қайда, өстіп ән салсам, үкіметке ұнайма. Елбасымыз кемеңдер, оны жаман демеңдер, кедей болғың келмесе, фуагра жемеңдер. Жерден мұнай шығады, деме қайда тығады, арап болып кетерек, ауара егінәлі. Версачеде сүймейміз, Прадаға тимейміз, Чимкентский костюмнен басқа костюм кимейміз. Астанадай ғажап бар, ендігімдер мазақтар, жол сене білсек жолдауға байып кетті қазақтар. Ех, жаным нұрайна, бүгінгідей күн қайда, өстіп ән салсам, үкіметке ұнайма. Қаршылықты білмеген, тойдың отын үрлеген, 5 ғасырда бұл қазақ бұндай өмір сүрмеген. Шекарада болмаған, мемлекетте болмаған, Қабанбай мен Бөгенбай Африканы қорғаған. Ех, жаным нұрайна, бүгінгідей күн қайда, өстіп ән салсам, үкіметке ұнайма. Қол соғыңдар мұндайда. Жағынатын жалғанда, жандар жеткен арманға, медет қылып нұр отан, медаль тақса таңданба. Жақсы болса жақтаймын, жаман болса даттаймын, министр қып қойса да мінезімді сатпаймын. Ех, жаным нұрайна, бүгінгідей күн қайда, өстіп ән салсам, ағайынға ұнайма. Мұхтар сенде дарасың, шаң жолатпай шабасың, маған еместер 3-ші рет бұйырса, алтын домбыра аласың. Оны саған береді, бұл шындықтың дерегі, қазылардың біразы естімейді себебі. Ех, жаным нұрайна, бүгінгідей күн қайда, өстіп ән салсам, ағайынға ұнайма. Десең ағайындар бүгін басам, қабағыңнан іреке сырырласам, әніңде өлеңіңде керемет қой, сенің таусылып еді жырың қашан. Кім алса да бауырым құтты болсын, артық болмас әрине мұныңдасан. Қазылардың құлағы естімейді деп, қайтайын бітер кезде жыбырласаң. Қазылар естімесе халық бар ғой, Құдай естейді деген бар, сыбырласаң. Ау заманның болмасақ та көрегені, зар айтсақ, өлең жырды төгер еді. Мағауинша іреке айтар болсақ, араздық осы бізге не береді? Германия ортасынан бөлінсе де, немістің жауы неміс демеп еді. Үйректей бөлшектенген қос Корея қашаннан да іргесі бөлек еді. Күндестікпен күн сайын бір-біріне ысқырып жатқан менен жебелері. Тәмсіл қылып таратып жер бетіне кәрістің жауы кәріс демеп еді. Орыстар ой мароз деп ән салса да бір-біріне жылуын төгереді. Ормандағы аюдай ақырса да орыстың жау орыс демеп еді. Біздердің кейбіріміз расында ағайын бөлінуге шебер еді. Қазақ
қазақтың жау дұшпан деген сөз қып мақал қылып алғанбыз неменені. Қайтып келсе кешегі ағайындар Қазбек би Айтеке төлелері. Бақаны мен бірліктің тік көтеріп кен қылып кетпеп еді керегені. Сондықтан да алайым бір болайық бөлінгеннің соңына бөрер еді. Төбемізге туғылып көтерейік төле билер қалдырған өнегені. Қытайды айтар деп ем талдап тұрып, уақыт тығыз болды арнап бұрып. Бірақ та сәл кеңітіп мен айтайын сөзімде болу үшін салмақтылық. Бұл деген жеңіл желпі мәселе емес, шана сүйреп кететін қарлақтырып. Ол саған қару кезеп келмейді ғой, жоспарланып келеді жан-жақтығып. Инесінің басына инвестиция салып қойып отыр ғой қармақ құрып. Бір қарасаң жақсылық жасағандай, қысық көзін қылмайып алдап тұрып. Материалдық байлықты бергенменен рухыңды кетеді зарғақтырып. Ақылменен ағайын ойласаңдар, олар жақтан келетін бар жақсылық. Көзіңді ойған таяқты айналдырып, қолтығыңа сүйейді балдақ қылып. Көп айтты деме ағайын, қандасты айтсам егерде, көзімнен жаспен қан аққан, тілімді тіліп зар аққан. Кім құтқарар оларды қайғыменен таң атқан? 2 миллион қазақтың 500 мыңы түрмеде, ақпарат анық таратқан. Әттең-ай мұндайды әділет сүйгіш әлемнің құлағы бітеу көз аққан. Аз ғана күннің алдында қазақ қауымдық бастығы Зауытбек деген қарақтан араша сұрап барса жұрт, естімедім депті ағайын, қанымды сөйтіп қарайтқан. Кім құтқарар ағайын шырылдаған халықты? Айдақардың аузына торғайдайын тобымен топталып кіріп баратқан. Домбырам бүгін тұрғандай қарлығып қанша шанақтан, тауаным әбден қайтыпты талтайған бимен манаптан. Бір Аллаға жалындым, Қытайда жүрген қандасты сақта деп өзің жаратқан. Ау екі жақсы қосылса қыл өтпейді арадан, екі жаман қосылса қол кетпейді жағадан. Уақытта біраз боп қаптау сағатқа жүкең қараған. Артық құйылса шамадан, қымызда төгілер сабадан. Тоқталайық ендеше біз екеуміз бауырым. Кербестідей жігітсің кекілінен тараған, бауырынан жараған. Аламан болса алталаш аузына қараған. Тат баспайтын бұл алтын тат түсірмесін достыққа, көз ашпас өсек жаладан. Барлық ақын бауыр ғой туылған бір анадан, таласпаймын сенімен жарасайын жөнімен, жаңылмай жөнмен жорадан. Көрсетпе маған жауырын, кел құшақтайын бауырым, достығымның солында дүние болсын садағам. Ал досың әрмен қарай жорық құрсын, тілекпен көпшілікке жөнік тұрсын. Кел десең қоштасайын осыменен, демесін мына халық неғып тұрсын. Сен айтқан шетелдегі барлық бауыр, келесі жыл осында толып кірсін. Тілегім қабыл болып қандастарым қолдарым екеумізге соғып тұрсын. Сол кезде министрдің бәрі келіп, ертеңін жақсылыққа жолып тұрсын. Бәрін айт, бірін айтта елбасымыз залдан кеп сол айтысты көріп тұрсын. Жақсы. Өзіда кезінде талай аламан шаңдатқан айтыскер ақын өткерей кәбілі
Осы айтыстың билігін сен айтасың ба? Пікіріңді білдір. Тамаша айтыс болды, ешқандай бомба да жарылған жоқ, мылтық та атылған жоқ. Мұхтар Ниязов бүгінгі айтыстың жүйрігі екі рет алтын домбыраны оның сақалына қарап берген жоқ. Халық өнерін бағалады, қазылар өнерін бағалады. Қазақтың жүйрік ақыны сырдың баяғы сүлелерінің жалғасында келе жатқан, елдің мұңында қуанышында жырлай білетін ақын. Ал енді Ринат бауырымыз алтын домбыраны 7-ші рет өткізіп жатырмыз деп мақтап отырмыз. Неге 7-ші рет өтіп жатқан айтысқа тұңғыш рет қатысып отыр? Сұрақ осында. Ринат ешқандай халықтың жауы емес, өкіметтің жауы емес, елбасымыздың жауы емес. Ол айтса елдің мұңын айтты, халықтың жүрегіндегі жанына батқан дүниені айтты. Сондықтан біздің министрлік болсын, бер жағындағы департаменттер болсын, әкім болсын, әкімнің орынбасары болсын, Ринаттан халық жауын іздемесін. Ринат қазақтың ақыны, халықтың ақыны, алтын домбыраға лайық ақынның бірі деп ойлаймын өзім. Енді қазыларға жүгінейік. Ринат Зайтыққа баға беріңіздер. 10 ұпай. Мұхтар Ниязовқа қандай баға бересіңдер? 7 ұпай.